Assalomu alaykum. Mercedes Sprinter Sanyong motor 2.9 turbinasымен. 4 жыл бұрын біз істеп едік осы моторды переделкаға. Пробег уже нормальный пробег жүріп қойды 4 жыл. Трамблердің артында, аппараттың артында трамблер, редуктора. 4 жыл жүрді. Осы уақытта дейін ауысқаны тек головкасы ауысты. 4 ай болды головкасы ауыстырылғаны. Оң головкасы трещина болып шықты. Перевалда бір-екі рет қыздырып алған, содан басталған ғой. Біз берде істейтініміз турбинаны ауыстырамыз. Турбинасы уже үрлеп атқан жоқ, слабый. Головкасын ашамыз и поршынын кольца, жаңа поршын саламыз, кольцасын ауыстырамыз, жаңасын сөйтіп қайт жинап шығамыз ғой. Головканы ашқан кезде и поршынды да көрсетем, и басқа поршын саламыз, жаңа корейскийден. И 6 цилиндрдің турбинасын салам мен болған. Мына жерде сәл өзгерістер болады. Турбина сәл былайырақ шығарамын да, и турбасы арт жағы басқаша болады. Сол осын жинап оталғасын полный видеосын түсіремін ғой. Бізде Sanyongтың поршыны Алматыдан келді. Бұл поршын пистон деген корейский. Жақсы поршындар осы, качествосы мощный мынау. Дизельдікі ғой, 2.9-дікі без турбинный бірақ. Без турбинный. Бұны мен турбинныйге саламын. Стандарт. Мықты поршындар, мынау усиленный нержавейкасымен, мына усиленный. Осымен токырағы бар, жондыртамын. Мына жер жондыртамын да. Жоңған видеосында салам ғой. Спринтерға саламыз. Спринтердің поршыны уже біраз жыл болды қызмет істеп бергеніне, соның поршын, новыйдан поршын салам. Головкасын шешіп полностью поршыннан шығарып алдым. Гильза жаман емес, гильза жақсы, хомдар бар. Мына жерде енді жақсы көрсетілмейді. Мына жерде шамалы несі бар, бірақ қатты страшный емес. Атак жаман емес, жақсы. Турбина уже нос клинит етіп қойған ғой. Мынау жабылып қалған. Мынау жауып тұрған, ашылып қалған ғой, мына жер. Мына жер ашылып қалған. Қайтпай қалған да. Кейін люфті көп турбинаның. Мынау шатун. Мынау поршындар. Осылай жонылғанда поршын. Біз бұл поршын салмаймыз. Мына жаңа поршынымыз өткендегі. Без турбинне осылай жонылған. Бәрі осылай жонылған. Енді осын саламыз қазір. Кольцасы. Жаңа кольца. Кольцалар салып, поршындар салайық. Поршындарды салып тастадық. Қазір енді головкасын жауып, коллектор, мына жақтағы коллектор и турбинаның сәл переделкасы бар. Соған сәл уақыт кетеді. Кейін дайын болады ғой.
Motorun sponsor жинап болдым. Бұл компьютер жоқ, бұл да тек газ, простой трамблер. Заслонкасы. Бобина трамблер да. 3-ші поколение редуктор. Мынау салған турбинам. Турбина осылай шықты. Отводпен жоғарыға шығардым да, сәл жоғарыда тұр турбина. Интеркулер полный тазалап, ішін салдым. Ішінде май бар еді. Трубканы қостым, мына жерінен жалғадым да, жоғарыға. Айтпасам жетпейтін еді. Isi лифті да трубкамен жалғадым оны. Клапаны мына жерге қойдым. Осылай шықты. Қазір бір оталтырып көрейік бұны. Бірінші оталтырым. Газын фильтрін ауыстырдым. Фильтрді толықтырды. Температура нөлде тұр. Генератор и майдикова. Негізі мына жерге қойған дұрыс емес. Жолда кетіп барады. Бұл көрінбейді да, мына жерлерге қою керек, жоғарыға. Или таблоның ішіне қою керек. От алды. Оборот сәл аз. Оборотын сәл көтеру керек. Оборотын сәл көтеріп қойдым. А так машина дайын уже.